Ауылда 1720 үй бар. 80% үйде ит бар, ал 60% үйде мысық бар. Ең аз дегенде қанша үйде ит те мысық та бар? Яғни бұл есептің шартын Эйлер дөңгелектері арқылы геометриялық түрде кескіндейміз. Ауылда жалпы 1720 үй бар екен, ол 100% деген сөз. Ал 80% үйде ит бар дейді. Онда біз 100-ді 80 бөле саламыз. 80-ді 100-ге бөлсек 0,8. 1720-ны көбейтеміз 0,8-ге. Сонда 80% шығады. Көбейтейік. 1720 көбейтеміз 0,8-ге. 8 жердегі 0-ің 0, 8 жердегі 2-ің 16, 6 түсіп бір ойда. 8 жердегі 7-ің 56, ойдағымен 57, 5-і ойда, 8 жердегі 1-ің 8, ойдағымен 13, бір 0-ден қайтарамыз, онда 1376 үйде ит бар екен. Ал енді келесі мысығы бар үйлер 60% екен. Онда 1720-ны біз 0,6-ға көбейтеміз. Көбейтейік. 1720-ны көбейтеміз 0,6-ға. 0-ді 6-ға көбейтсек 0, 6 жердегі 2, 12, 2 түсіп бір ойда. 6 жердегі 7, 42, ойдағымен 43, 4-і ойда. 6 жердегі 1-ің 6, ойдағымен 10, үтір бір саннан кейін қайырам, сонда 1032 үйде мысық бар екен. Ал енді біз процентін анықтап алайық, қанша процент екен. 80%-ға қосамыз 60%-ды. Одан 100% азайтамыз. Ондай болатын болса, екеуі 140, 140-тан 100-ді азайтсақ 40%. 40% үйде ит те мысық та бар екен табуымыз керек. Онда 1720-ны көбейтеміз 0,4-ге. Көбейтейік. 1720-ны көбейтеміз 0,4-ге. 4 жердегі 0-ің 0, 4 жердегі 2-ің 8, 4 жердегі 7-ің 28, 8 түсіп 2-сі ойда, 4 жердегі 1-ің 4, ойдағымен 6. Бір саннан кейін үтір қайтарамыз, сонда 688 үйде мысық та, ит те бар екен. Міне біз осылай шығарамыз пайызға берілген есептерді.